Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін осындай жемістерді түрлендіреміз, гүлдендіреміз, фруктовый нарезка жасаймыз. Ол үшін бізге осындай ғана жеміс жидектер керек. Алдымен қызыл алмамызды осылай бөліп алып, видеодағыдай жасаймыз. Неке осылай гүл қылып шығарамыз. Гүлдің жапырақтары сияқты болады. Біз көк алмадан да, қызыл алмадан да осылай жасап шықсақ, өте әдемі болып көрінеді. Неке осылай өте оңай жасалады. Енді апельсинімізді осылай кесеміз. Өте жұқа қылып кесіңіздер, сол кезде әдемі көрінеді тарелкада. Неке осылай енді арасына қойып шығамыз видеодағыдай. Енді ортасына роза қылып гүл жасаймыз. Ол үшін апельсинді осылай жұқалап кесіп алып, неке видеодағыдай осылай ұзынша қылып аламыз да енді ораймыз. Орап қоя саламыз. Біздің гүліміз дайын. Өте әдемі көрінеді. Енді бананымызды осылай кесеміз. Онда осылай қойып шығамыз мінекей. Енді жүзімімізді алып, осындай қара жүзім болған әдемі көрінеді. Осылай сәндейміз. Біздің бірінші тәрелкеміз дайын. Енді екіншісін жасаймыз. Неке апельсиндерді осылай қойып шығамыз. Өте әдемі көрінеді. Неке. Көк алмадан қалай жапырақ жасауын көрсетемін қазір сіздерге. Мұқият қарап алыңыздар. Неке біздің жапырақтарымыз дайын. Өте әдемі болып шықты. Қараңыздаршы. Енді сіздер килограммдап жеміс жидек сатып алмай-ақ, бір штуктап қана, екі штуктап қана алсаңыздар да осындай әдемі
жасауға болады. Мінекей қараңыздаршы. Енді лимонның 1/4 бөлігін алып, осылай әсіресе алмалардың үстіне осылай сығып шығамыз лимонның суын. Сол кезде біздің алмаларымыз қарайып кетпейді. Біріншісінде осындай апельсин қойдық ортасына. Ал екінші тәрелкенің ортасына кивиді осылай жарып гүл қылып қойып қойдық, мінекей. Дайын, тез әрі оңай жасалады. Және де дастарханның сәнін келтіретін өте әдемі көрінеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.